Сәлем баршаға. Жаңа жылдан бері 10 шақты адам менен девушка в подвале деген историяны айтып беріңізші деп сұранған болатын. Неге мен бұл оқиғаны айтпағанмын? Өйткені 8 ай бұрын мен бұл оқиғаны айтар кезде сіздерге информация жинаған кезде картинаны полный көру мүмкін болмады. Өйткені көптеген шикіліктер байқалды. Миымда көптеген сұрақтар туындады. Любой криминальный историяға информация жинағанда мен следователь немесе детектив көзқараспен қараймын. Сондықтан ішінде бір шикіліктер болса, бір полный картинаны көре алмасам, ол жерден мен ол оқиғаны айтпаймын. Бұл оқиғаны 90%-теріңіз естіген шығарсыздар, естімесеңіздер девушка в подвале деген киносын көрген боларсыздар. Шын өмірде болған оқиғасында мына Йозефтің әйелі екеуінің арасында 7 бала-шағасы болған. Сол 7 бала-шағасының ішінде Элизабет деген қызындай көрмеген. Басқа қыздарын қызындай көргенде, именно Элизабетті қызындай көрмеген. Бұл қызды подвал бункерге қамап қойып, 24 жыл бойы әйел қылып ұстаған, қызын зорлаған, 7 бала-шаға тудыртқан. Мендегі пайда болған сұрақ: екеуінің қаны бір болса, қалай 7 бала-шағаның бәрі сау туылды? Қан бір болатын болса, 3 баланың бірі синдроммен туылады, яғни ауру болып. 7 бала-шағаның хотя бы біреуі болсын ауру туылу керек еді ғой. Ешқандай синдромсыз сап-сау балдар туған. Келесі сұрақ мына Элизабеттің мамасы. Неужели байқамаған? Мақұл, подвал бункер, дауыс естілмейді. Бірақ күйеуінің постоянно сол жаққа тамақ тасып жатқаны, киімдер тасып жатқаны, қайта-қайта астына түсе бергені. Мақұл 10 жыл байқамасын, мақұл 15 жыл байқамасын, бірақ 24 жыл бойы білмеуі кішкене. Білмеймін енді, настолько қандай адам болу керексің, что 24 жыл бойы өзіңнің астыңдағы подвалыңда не болып жатқанын білмеу. 70-тен асып қалған Йозеф сотталған кезде қызы сотқа бармаған, түсінуге болады, көргісі келмейді бұл еркекті да. Бірақ соттан кейін бұл қыз анасымен араласпай кеткен. Арада біраз жылдар өткеннен кейін барып анасымен араласқан. Бұл семьяда қандай жағдай болса да, бір үлкен құпияны олар жасырады. Сау болыңыздар, келесі оқиғада кездескенше.